Саламатсыздар оқушылар, түзудің теңдеуі бойынша біз 8-ші класс геометрия атамұра баспасы бойынша мына 4/36 есептің есептерін шығарамыз. Бізде 4/36 есепте төмендегі теңдеулермен берілген түзулердің қиылысы нүктелерін анықтаңдар. Оны біз бұл түзулерге қайта жаңағыдей графигін сызып жатпай, тек қана теңестіре салсақ болады екен. Мысалға, біріншісінде 4х плюс 3y минус 6 тең 0 деген түзу теңдеу берілген, және 2х плюс y минус 4 тең 0 деген теңдеу берілген. Енді мұны біз мына түрден, яғни білесіңдер сендер, қазір мына бұл ax плюс by плюс c түрден мына түрге келтіріп алсақ болады. Y тең kx плюс b түріне келтірсек болады. Енді сол мынаны 3y осы жерде қалдырсақ, тең 4х меқа минус 4х болып өтеді, плюс 6 болып өтеді, және 2х, ана жақта y тең 2х минус 2х болып өтеді, плюс 4 болып өтеді. Мына жақта y-дің коэффициенті 1-ге тең болу үшін барлығын 3-ке бөліп жүрсек болады. Бізде сонда y тең минус 3-тен 4х плюс 2 болады мына жақта, және y тең минус 2х плюс 4 жазсақ, мында y минус 3-тен 4х плюс 2-ге тең деп тұр, мына жақта y минус 2х плюс 4-ге тең болып тұр. Сондықтан екеуін теңестіре салсақ болады біз. Минус 3-тен 4х плюс 2 тең минус 2х плюс 4 деп. Сонда х-тарды мына жаққа, сол жаққа жинайтын болсақ, мына бізде минус 1,3-тен 1х қоя, плюс 2х болып өтеді, тең 4 өз таңбасымен қалады, минус 2х болып өтеді. Мына 2-ні біз 1,3-тен 3 деп жазып алсақ болады, біреуін майдалап. Одан минус 3-тен 1-ді азайтсақ, тең 4-тен 2-ні азайтса 2 қалады. Мына жақта сонда 3-тен 2 қалып тұр бізде. Х тең 2. Бұдан бізден х табуымыз үшін 2-ні 3-тен 2-ге бөлеміз. Көбейтуге арналған кезде 3 пен 2-ның орны ауысады, тағы 2 мен 2 қысқарып, бізде 3 шығады. Х-іміз неге тең болды? Х-іміз 3-ге тең болды. Енді y табу үшін мына жерде тұрған кез келген y табу теңдеуіне орнына, х-ның орнына мән қойсақ, y-дің мән шығады бізде. Минус 2 көбейтілген 3 плюс 4 тең минус 6 плюс 4 минус 2 шығады. Сонда бізде қиылысы нүктесі 3-те минус 2 екен. Осы бізде ответ болады. Екінші теңдеуін қарастыратын болсақ, екінші теңдеуде x плюс 2y плюс 3 тең 0, және 4х плюс 5y плюс 6 тең 0. Мұнда енді 2y тең минус x минус 3 болады, және 5y тең минус 4х минус 6 болады. Енді бізде мына жерде минус мына жақта y-ден 2-ге бөліп жүреміз. Y-дің алдындағы 2-ден коэффициенттен құтылуымыз үшін, содан y тең минус 2-ден 1 х минус 3-тен 2-ден 3 болады екен бізде. Екіден 3 болады, 2-ге бөліп, және мына жақта y тең 5-ге бөлеміз бұл жақта. Минус 5-тен 4 х минус 5-тен 6. Енді екі жағын теңестіреміз. Минус 2-ден 1 х минус 2-ден 3 тең
минус 5-тен 4х минус 5-тен 6. Минус 2-ден 1х плюс 5-тен 4х болады. Тең минус 5-тен 6-ны өзін жазамыз. Плюс 2-ден 3 болады. Ортақ бөлімдері бізде әрине бізде 10 болады. Мына жақта 5-тен береміз, мына жақта 2-ден береміз. Мына жақта 2-ден, мына жақта 5-тен береміз. Тоқтауыш көбейтшетінде. Сонда бізде минус 10-нан 5х плюс 10-нан 8х болады. Тең минус бар. Минус 10-нан 12 плюс 10-нан 15 болады. Сонда бізде мына жерде минус, мына біреу плюс болғандықтан мына плюстің модулі үлкен, сондан 10-нан 3 болады. 8-ден 5 азайтсақ х. Мына жерде де 10-нан 3 болады екен. Сонда х табу үшін 10-нан 3-ті 10-нан 3-ке бөлсек, көбейту болған кезде кері айналып кетеді, қысқарады. 3 пен 3 қысқарады 1, 10 мен 10 қысқарады 1, 1-ді 1-ге бөлсек 1 шығады. Х-іміз 1-ге тең. Енді арада кез келген біреуіне теңдеуіне қоясақ, тең. Мысалы, минус 5-тен 4х. Х емес бізде мына жерде. Х-ның орнына уже 1-ді қоямыз. 1-ді қоямыз, көбейту 1. Ол сол саншат минус 5-тен 6. Тең 1-ді көбейтсек өзі шығады. Екеуі сонда минус пен минус қосылып кетеді да, 5-тен 10 болады. Ол бізде минус 2. Сонда бізде 1-де минус 2 шығады екен. Жауабы. Келесі нүкте ярым.